Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл Build Serious командасының Fimball қосымшасы. Fimball қосымшасын сіздерге таныстыра кетсем. Ең бірінші көріп тұрғаныңыз ол кіру және де тіркелу беті. Біз өзіміздің аккаунтымызға кіргеннен кейін ең бірінші басқару тақтасын көреміз. Бұл жерде бүкіл беттің информациясы жиналып тұрады. Ендігі бізде шығындар бетіне көріп тұрғаныңыздай бізде дата тақтасы, сонымен қатар өзіңіздің айлық шығындарыңыз, санаттар бойынша шығындар, транзакцияларыңызды көре аласыз. Бұл бюджет беті. Бюджет бетінде сіз айлық шығындардың лимитін басқара аласыз. Яғни жаңа санаттарды қосу арқылы сіз өзіңіздің қандай да бір бөлікке қанша ақша жұмсағаныңызды тексере аласыз. Бұл инвестициялар беті. Инвестициялар бетінде сіз өзіңіздің қандай да бір инвестиция салғыңыз келсе, ол инвестицияның статистикасын көре аласыз. Ал робокеңесші сізге өзіңіздің инвестиция салғаныңыз бойынша өзіңіздің жеке профиліңізді жасап бере алады. Келесі бетіміз бізде жинақтар беті. Аты айтып тұрғандай, жинақтар бетінде сіздің айлық жинақтарыңыз көрсетіледі. Мысалы, сіз өзіңіздің мақсатыңызды қойып, дәл осы мақсатқа қаншама ақша жиналғаныңызды көре аласыз. Ал мақсат деп айта тұра, біз мақсаттар бетіне келіп қалдық. Бұл мақсаттар бетінде дәл осы сіздің мақсаттарыңыздың неше процентке аяқталғанын, ол мақсатыңыздың сипаттамасын көре алады. Шоттар беті сіздің өзіңіздің картаңыз қосу үшін бағытталады. Бұл несие калькуляторы. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, сіз бір айда қаншама ай сайынғы төлемді, жалпы төлемді осы функция арқылы қарай аласыз. Мысалы, сіз көріп тұрғандай, бұл дөңгелектерді жылжыту арқылы сіз жалпы пайыз, жалпы төлем және ай сайынғы төлемді осылай өзгертіп өзіңізге керек мағлұматты аласыз. Сонымен оның жанында қарыздар жоспары және де ескертулер бар. Бұл бізде валюта конверттері. Яғни барлығыңыз білетіндей, сіздің қазіргі берілген соманы ол басқа да бір валютаға өзгерте алады. Қаржы бөлімі бізде адамдардың өздеріне керек видеоларды, яғни инвестиция, бюджет туралы видеоларын табу үшін қажет. Соңғысы есептер. Есептер дәл сондай да мағыналы бет болып келеді, себебі бұл арқылы сіз өзіңіздің жеке статистикаңызды көре аласыз. Соңына тоқталсақ, бұл сіздің профиліңіз, яғни баптаулар.